Баршаңызға қайырлы күн, есімім Гүлім. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге ең алдыменен картопты аршып, тазалап, жуып алу керек. Содан соң оған суымызды құйып, қақпағын жауып, қатты отта суымыз қайнағанша пісіреміз. Суымыз қайнаған уақытта астын басып, картоп піскенше шамамен 20-25 минуттай пісіреміз. Оның піскенін осылай пышақпенен немесе шанышқымен тексереміз. Піскен картоптың суын төгіп, оны осылай пресстен өткізіп аламыз. Яғни картопымызды толықтай ұсақтап, пюре қалпына келтіреміз. Біздің картопымыздың барлығы осылай жақсылап ұсақталуы керек. Содан соң ұсақталған картопты таза ыдысқа салып аламыз. Ол біздің картопымыздың толықтай суы үшін керек. Осылай ыдысқа салып алғаннан кейін оны бірнеше минутқа суытып қоямыз. Суыған картопқа сүзбені саламын. Майлылығы 5% болатын кез келген сүзбені қолдануға болады. Келесі дәміне қарай тұз және сода қосамыз, жұмыртқа саламыз. Жақсылап лопаткамен немесе қасықтың көмегімен барлық ингредиенттеріміз біріккенше араластырамыз. Қажетті ингредиенттер мен олардың мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазамын. Електен өткізілген ұнды бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Лопаткаменен төменнен жоғарыға қарай көтеріп араластырамыз. Онымен араластыру қиындаған уақытта қолымызбен қамыр елейміз. Қалған ұнымызды қосып, бір келкі етіп, қамырымызды біріктіріп аламыз. Сіздерде көрсетілген ұнның мөлшерінен аз немесе көп ұн кетуі мүмкін. Сол себептен өздеріңіздің қамырларыңыз қолға жабыспайтындай болғанша көресіздер. Міне біздің қамырымыз осындай болып шығады. Қамырмен жұмыс жасау ыңғайлы болу үшін үстелдің үстіне осылай кішкене ұнымызды сеуіп, қамырымыз жабыспау үшін оның бетіне де ұнды себеміз. Содан соң осылай шпательмен немесе пышақтың көмегімен қамырды теңдей етіп екі бөлікке бөлеміз. Қолымызбен осылай әр қамырды сопақша қалыпқа келтіреміз. Әр қамырды бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп аламын. Менде теңдей 6 бөлік шықты. Әр бөлікті осылай қолымызбен дөңгелетіп жасап аламыз. Қамырды бөлген кезде оның мөлшерін табаларыңыздың диаметріне байланысты үлкен немесе кіші етіп жасаңыздар. Менің табамның диаметрі 24-26 см болғандықтан менде осындай орташа көлемді 6 дана қамыр шықты. Енді осы әрбір қамырды осылай дастарханымызға ұнымызды сеуіп, екі жағынан аунатып аламыз. Кейін барлық қамырды осылай оқтауменен бірдей қалыңдықта жайып шығамыз. Қамыр оқтауға жабыспас үшін оған ұнды себуге болады. Шамамен 1-2 мм-дей осылай қалыңдықта шығады. Әрбір қамырды дәл осылай етіп, бірдей қалыңдықта жайып шығамыз. Видеоның астында еще батырмасын бассаңыздар, рецептке қажетті ингредиенттердің барлық мөлшері жазылған. Табаға сары майды салып, оны қатты етіп қыздырып аламыз. Қамырды салып, бетін жауып, шамамен 2-3 минуттай жай отта пісіреміз. Қақпағын ашып, екінші жағына аударамыз. Оны да шамамен 2-3 минуттай пісіреміз. Бетін осылай міндетті түрде майлаймыз. Қақпағын жауып, 2-3 минуттай ұстаймыз. Уақыт өткеннен кейін қамырымызды алып, екінші жағынан да осылай майлаймыз. Барлық қамырды дәл осылай етіп пісіріп аламыз. Әр қамырды пісірмес бұрын табаны сары маймен майласаңыздар, осылай әр қамырыңыздың беті қоңырланып әдемі болып шығатын болады. Егер майламай пісірсеңіздер, бұндай аса қатты қоңырланбайды. Сол себептен майды жағуға кеңес беремін. Майламай пісіруге де болады. Барлығын осылай аударып, екі жақ шетінен шамамен 2-3 минуттай бетін жауып жай отта пісіреміз. Әркімде пеш әртүрлі болғандықтан астын қарап отырыңыздар. Кейбіреулеріңізде піспей қалса, кейбіреулеріңізде күйіп кетуі мүмкін. Осылайша тез әрі оңай дайындалатын ерекше тойымды тағамымыз дайын. Оны жылы ыстық күйінде қаймақпен жесеңіздер өте дәмді болады. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап дәмін көріңіздер. Қалауларыңызша оны осылай тұтас күйінде немесе пышақпен бірнеше бөлікке бөліп, жылы күйінде қонақтарыңызға ұсыныңыз. Оларға ұнайды деп ойлаймын. Видео сіздерге ұнап пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға көп рахмет.